Қайырлы күн қыз-келіншектер, қыздар. Бүгін осындай керемет, жұмсақ, дәмді болып пісетін таба-нанның рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма жазылыңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал ендеше кеттік. Қыздар, бұл жерде мен жаз айы болғаннан кейін бетін ештеңкемен жауып, қымтап, ораған жоқпын. Және де өздеріңізге керегінше ұнды алып, отбасыңызда қанша адамсыздар соған көз мөлшеріңізбен өздеріңіз ыңғайларыңызға қарай істейсіздер. Мен отбасымда көп адам болғандықтан 3 нан істедім. 3 нанды бөліп аласыздар. Қолдарыңыз сулап тұрсаңыздар болады. Әсел пешті қыздырып қоясыздар алдын ала осылайынан. Нанды илегеннен кейін обязательно 2 рет басқандарыңыз жөн. Жақсылап басып қойсаңыздар 2 рет, 1 рет көтерілді. Қайтадан бетін жауып қоямыз. 2-ші рет көтерілгенде тағы бетін жауып қоямыз. Басып жақсылап. Уже 2-ші рет көтеріліп келе жатыр дегенде әсел пешіңізді осылай қыздырып, табаңызды қылдырсаңыз болады. Біз далаға таба-нан пісіретін таба, бізде шойын қатты жақсы соған пісіремін. Міне асты жабыспасын деп майлап жатырмын. Өздеріңізде осылай табаларыңызды майлап, 1 рет майлағаннан кейін 2-ші рет майламай қойсаңыздар болады, жабыспайды. Салып пісіріп ала бересіздер. Ал менің каналымда тіркелгендеріңізге рахмет. Соңына дейін көргендеріңізге де рахмет. Сіздерге сәттілік, бізге ас болсын. Келесі видеода кездескенше жақсы